Өткенді болашақтың амбициясымен үйлесімді үйлестіретін дәуірде бірегей күн амал мерекесі келеді. Бұл әр жүректі жаңа бастамаларға шақыруға жауап беретін сәт. Осы айтулы сәттен бастап Наурыздың 10 күндік салтанаты басталады. Көрісу күні амал мерекесі бізді жылы шырайлы кездесулер мен тілектердегі шынайылық атмосферасына орайды. Бұл кезең аға ұрпаққа құрметпен, достардың қуанышты қабылдауымен және ізгі ниеттермен алмасуымен ерекшеленеді. Өйткені амал мерекені ғана емес, Наурыздың басталу белгісін, көктемгі жаңғыру мен ынтымақтастықтың бейнесін бейнелейді. Қазақстан тұрғындары үшін амал дәстүрден әлдеқайда биік. Бұл ақсақалдар жастарға бата беретін күн, барлық ренішті өткенге қалдырып, кешірім мен өзара сыйластыққа жол бермек. Бұл жаңа бастамалардың уақыты. Біз болашақта ашық жүректерімізбен және өзгерістермен қарсы аламыз. Амал мерекесін жаңалыққа ашықтықпен және үйлесімділікке деген ұмтылыспен қарсы алайық. Сонда әр күн жарықпен, сүйіспеншілікпен және түсіністікпен жарықтандырылады. Осы жылды бірге өткізіп, әр сәтті бәріміз үшін жарқын болашаққа қадам жасайық.